деген күшті болып тұр. Мен түрім әбіріп тұр. Ладно, түрге мән бермейміз. Қазір барып жұмыс істеуім керек. Мына қызыл біздің үй, менің үйім. Мен ютубқа осы видеоны салам. Негізгі мақсат менің жүйелі түрде сөйлеу қабілетімді дамыту. Өйткені мен өте жиі байқағаным, басқа адамдармен сөйлескен кезде, просто өсек айтқан кезде де мен әңгімемнің басы жоқ, аяғы жоқ, немесе басын айтып ортасын жалғастырып, әйтеуір тыңдауға ыңғайсыз немесе жағымсыз деп айтуға болады. Солай сөйлейді екенмін. В общем, әңгімемнің не басы жоқ, не аяғы жоқ. Содан осы нәрседен арылу үшін Альберт Сафиннің видеоларын қараймын. Күшті психолог, егер көрмеген адамдар болса, қарап шығыңдар бүкіл сабақтарын. Сондағы айтқаны, күніне бір видео ютубқа салып отырасың, монтажсыз, бірінші дубльден. И сол арқылы күнде сала бересің, солай камераға сөйлеу, жүйелі түрде сөйлеу деген қабілеттерің дамиды. Оның үстіне былай бір точкаға қарап, мысалы камераға қарап қана сөйлеудің бір-екі техникасы бар екен. Ол айтты, метроном қосып қоясың, сосын бірден 100-ге дейін санайсың, 100-ден 1-ге дейін санайсың. Оның бәрі ритммен болу керек. Сосын тағы бір видеолар бар. Қолым талып кетті ғой. Неге арналған? Сол сөйлеуді дамытуға арналған. Қолым алып кетті. Оларда әлі қарамадым, жаттығуларын жасамадым. Но обязательно жасаймын. Өйткені мен ол нәрсені естігеніме уже бірнеше күн болды. Даже апта болып кеткен шығар. Сосын ойладым. Ладно, жасаймын ғой. Бір күні әйтеуір ыңғайлы уақыт болған кезде, басым жуылған кезде, түрім нормально болып тұрған кезде, деген сияқты, қолым босаған кезде деп уақыт созылып, бір ай уақыт өтіп кетпей тұрғанда, лучше бірден бастайын деп шештім. Түрім қандай болса да, сөйлейтін әңгімем жоқ болса да, в общем, сол бүгін тапқан уақытым енді осы. Бүгін негізінде өзімше таңертең ерте тұрып, мен қолым талып бара жатыр, сұмдық қой мынаны қайтып ұстап жүретін адамдар. Таңертең ерте тұрам да, күн шыққан кезде жүріп, бір-екі әңгіме айтам деп ойладым. Ол менің күнделігім туралы. Қалай менің эмоциялық күнделік жазуым менің өміріме әсер еткені туралы. Наверное, ендігі жолы айтам. Или осы жолы айтам, білмеймін, белгісіз даже. Тура 3,5 минут болды жазып отқаныма. Келесі жолы кәкіштек дайындалып, түрімді реттемесем де, вряд ли мен түрімді реттеп шығамын, өйткені жұмыс үйден, еще өзімше бір-екі жұмыс қосымша алып алғам. Сол жұмысты бітіруім керек деймін да, ерте тұрам, соны жұмыс істеймін, арасында ұйықтаймын, қайттан офистағы жұмысын істеймін, Қостанайдың жұмысын істеймін, әйтеуір сөйтіп. Дым уақытымды да ретте алмаймын дұрыс, солай жүрмін енді. Өйткені бұл менің удаленкадағы алғашқы жылым деп айтайыншы. Бір жыл болды мен уже удаленкада картографиямен айналысып жатқаныма, бірақ басында мен оны беріліп жасамадым, осы іспен айналысам деп. Құрсыншы уақытша ақша табуы, әйтеуір жасап берсем болды емес па, жасап берем, ақшасын алам, болды ғой сол деп жасап жүрдім. Өйткені менің қосымша негізгі ақша табу басқа жағынан болды да. Сол үшін маған аса мән бермей жасап жүрген едім. Бірақ енді қазір менің сол кездегі бастапқы ақша табу жолым уже жоқ. Енді картография уже менің бастапқы
негізгі ақша табуыма айналып кетті. Көп нәрсе, оказывается, картографияда да ақша көп екен. Мен бұрын ақша аз жерде жүргендіктен оны білмегенмін. Мен зарплатам өте аз жерлерде жұмыс істегенмін. Прям 80 мың сондайға мәз болып, 120 мың. Әйтеуір Казгисаға барып көзім ашылды. Әйтеуір сол кезде енді қазір ондай компания жоқ. Сол кезде нормальный зарплата алған болды. И қазір картографияға қайтадан назар аударатын болып шештім. Сосын өзімнің сөйлеу қабілетіме не үшін картография мен менің дұрыс сөйлеуіме қатысы бар. Өйткені мен болашақта басқа шетелдік компанияларда жұмыс істегім келеді. Шетелдік компанияда жұмыс істеу үшін менің өзімді ұстауым, өзімді презентация жасауым, коллективпен араласуым бәрі жоғарғы деңгейде болған қалаймын. И осындай арасында так деген нәрселердің паразит сөздердің бәрін алып тастауым керек. Оның үстіне Қуаныш ағайдың айтқан сөзі бар. Басқа адам болу керексіңдер. Сен басқа адам болу керексің. Точнее, мен басқа адам болуым керек. Басқа адамға айналуым керек. Чтобы менің өмірім басқа жағына қарай өзгеру үшін. И мен қазір өте жақсы ақшаға жасалатын жұмыс, қазір айтайыншы, где-то 600 мыңның, хотя бы 300 мыңның жұмысын деп айтайын, соны 80 мыңға жасаватырмын. 80 мыңға. Мен оны қалай есептеу керектігін де білмедім. Махаббаттан сұрап алдым. Махаббат деген менің подругам, осы картографияда профи. Содан сұрап алдым. Ал ол ондай жұмыстарда әйтеуір миллионға, 2 миллионға сондайға жасайды. Гектарына қарай ақшасын алып. Сосын барып, оказывается, мұнда да бір негізінде ақша бар жұмыс екен ғой деген ой келді. Оның үстіне неге мен қайтадан бәрін тастап картографияға қайтып келдім. Жаңағыдай сол шетелде жұмыс істеу деген нәрсе мақсат, переезд, миграция. Ал иммиграция ма не? Ол үшін міндетті түрде немесе мен сол елге инвестор болам, соқтан бизнес ашам, немесе мен ол жаққа тәжірибелі, жоғарғы дәрежелі деп айтайын ба, сондай жұмысшы болып барам. Мен Қазақстанда аша алмай жүрген бизнесімді вряд ли мен ол жаққа барып ашам. Сол үшін лучше жұмысшы жолын таңдайын. Бұл менің алдымдағы ең эффективті вариант болып тұр қазіргі. Так что соны таңдадым. И мен уже 2 жыл болғандықтан үйден шықпай отқаныма. Мен адамдармен араласуым, мен и так бұрыннан адамдармен араласуым нашар еді. Көп ортаны атпаймын, өзім жұмысымды жасап берсем болды. Көп нәрсе қызықтырмайтын еді. Енді мен адамдармен араласуымды жетілдіруім керек. Байғарай жүрекші. Бетім ағарып қалды кішкене. Сосын адамдармен араласуымды жетілдіруім керек. Сосын өзімді көрсетуді, өзімді презентация жасауды, сосын басқа адамдарға әсер ете алу қабілетімді тоже дамытқым келеді. Уже 10 минут болды. Мен қазір просто ойыма не келді, соның бәрін айтып жатырмын да. Болашақта ойлаймын, бәрі жүйелі түрде айтылады деп. Мына видеоны, надеюсь, ешкім көрмейді. Мен ютубқа салам шынымен. Ешкім көрмей қойсын. Күн сайын бір видеодан салып отыру керексің деген шарт бар, бірақ мен ол шартты орындай алатыныма сенімді емеспін. Бірақ
тырысамын деп айтайын. Мен іштен уже аптасына 3 рет салсам жеткілікті емес па деген ой қабыл шешімге келіп тұрмын да. Негізінде олай уже ниетім дұрыс емес болып тұрғын. Олай істеуге болмайды енді. Бірақ болашақта көреміз не болатынын. Все, давайыңдар.